Өз ұлтыңның қызына үйлен. Мұхтар Әуезовтың Софы Сматаев ағамызға берген 3 кеңесі. Сары бала, сен жазушы болам деп жүрсің ғой. Сол болашақ тірлігіңе демеу болар 3 тарау ақылымды айтайын. Қабыл алсаң, қап қалмассың. Арақты әу баста ем-дом үшін шығарған. Аздап ішсең дәру, көп ішсең у. Жөнмен тата білсең артықтық етпейді ол. Ал қатаң ескертерім, темекіге жолама. Адам ағзасын арылмас дертке ұшырататын кесерлік кеселдің ең зияндысы бұл бір. Жазушының өте бір баға жетпес құндысы уақыты. Осы құндының аса қас жауы карта дейтін азарты мол ойын. Ол немен уақытыңды ұрлаумен қоса, достарыңнан ажырататын зәндемінің өзі. Өйткені ұтылсаң ақшаң болмай, бере алмауың мүмкін. Ұтсаң қолма-қол ала алмай, араларың суысып кетуі ғажап емес. Сондықтан картадан аулақ бол. Үшіншіден, біздің жасаған қателіктерімізді қайталамаңдар. Жоғарғы оқу орындарында оқып жүргенімізде қазақ қыздары орталау мектепті де бітірмейтін еді. Содан ба тең-теңімен дегенге әулекленіп, қолымыз жеткеніміз орыс қызына, одан кейінгілеріміз татарға, басқа ұлт бойжеткендеріне үйлендік. Ұлттың ұлт болып ұйуы бесіктен басталарына мән бермеппіз. Ал ұлттың ұлылығын сақтау үшін өз жұртыңның аруымен бас қосудың аса қажеттігін кешігіп сезіп, сан соғып жүрміз. Сендер елден алыста жүрсіңдер. Бүгінде қазағыңның оқыған қара көздері жеткілікті. Біздің қателігімізді түзетуге тырысыңдар. Солай Софы балам, кеңесіме құлап түспесе де құлақ асар ұрпақ болса екен дейтін тілегімнің бір парасы осы. 1961 жыл, Мәскеу.